Ұлт тарихы. Ұлт тауқыметі. Ұлт мақтаны. Ұлт тағдыры. Тарих, тағдыр, тұлға. Абай. Қазақ тарихы мен әдебиетінде атақ даңқы Абайдан асқан, Абайдай танымал, Абайдай дара туған тұлға жоқ. Ақын есімімен аталатын көшелер, театрлар, кітапханалар, мектептер, жоғары оқу орындары мен саябақтар ақынға көрсетілген құрметтің бір парасы ғана. Ал Абайдың алып тұлғалы ескерткішін кез келген қаладан кездестіруге болады. Бір сөзбен айтқанда, Абай қазақ халқының бренді. Алайда біз Абайды ұлы философ, ұлы ақын, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы деуден артық тағы не білеміз? Абай десек, ең алдымен ойымызға Мұхтар Әуезов жазған Абай жолы романы оралады. Алайда советтік цензураға ұшыраған бұл эпопея коммунистік идеологияға негізделіп, бір емес, 4 рет түзелген. Заманында Абай шығармаларда шырғалаңға ұшырап, оның өлеңдеріндегі діни көзқарастар мен отаршыл империяға қарсы жазғандары қатаң сүзгіден өткен. Ал орыс тіліндегі аудармалары болса, ақынның жүрегінен шыққан өлеңдердің өңін мүлдем өзгертіп, өзінің әдеби көркемдігін паш ете алмайды. Ақиқатында Абай кім болды? Біз шындарының толық қырларын танып біле алдық па? Ақынның жырлаған замана болмысы, болашақ пен бүгінгіні дөп басқанын қаншалықты мойындап тани алдық? 1898 жылдың 18 маусымы. Семей облысындағы Қошыбек шатқалында Төбе биге шабуыл жасалды. Ол Мұқыр мен Шыңғыс болыстарының жер дауына төрелік айтуға бара жатқан. Мұқырлықтарға бұл жанжал ұнамағандықтан, олардың жүзбасы Мүсәжан Әкімғожин биді өлтіруге бұйрық береді. Мұқырлықтардың нөкерлері биді салт ат келе жатқан жерінен ұстап алып, өлімшетіп сабайды. Тек дер кезінде көмекке келген уез күзетшілердің арқасында аман қалды. Қан жоса болған жолаушыны көрген күзетшілер оны бірден таныды. Ол Абай. Сол кездің өзінде талантымен бүкіл қазаққа аты тараған Абайдың өзі. Қанша жерден қан жоса болып таяқ жесе де, жүрелеп отырған Абай сыртқа сырын білдірмей еңсесін тік ұстайды. Бірақ іштей ашу ызаға булығады. Ол қазақ сахарасында бүлік пен былықтың шегіне жетіп, бұл бассыздықты бір жолата жою керектігін сол кезде түсінеді. Сайрада зарла қызыл тіл, қара көңілім оянсын, жыласын, көзден жас ақсын, омырауым боялсын. Қара басқан, қаңғыған, хаснадан нені қалсын. Көкірегінде оты бар, құлағын ойлы ер салсын. Тыңдамаса еш адам, өз жүрегім толғансын. Әр сөзіне қарасын, іштегі дертім қозғалсын. Әуелесін, қалқысын, от жалын боп шалқысын. Жылай-жырлай өлгенде, арттағыға сөз қалсын. Мендей қарып кез болса, мойын салсын, ойлансын. Қабыл көрсе сөзімді кім таныса сол алсын. Не пайда бар мыңнадан, сырттан естіп таңдансын. Одандағы бір есті ішкі сырынан қарсын. Өздеріңде ойлаңдар, неше түрлі жан барсың. Ғылым да жоқ, ми да жоқ, даладағы аңдарсың.
жүрегіңмен тыңдамай, құлағыңмен қармарсың, соны көріп соларға қайтып қана сарнарсың. Абайсыз әлем, қазақ әлем бола ма, болмай ма деген ойға келемін. Абайдың дүниеге келуі 1845 жылында. Ол кісі де анадан, атадан туды. Бірақ бұл бала қазақтың шамшырағы болып, қазақтың үміт шамы болып дүниеге келді. Сүйікті немересі Ибрагимді әжесі Зере Абай деп атаған. Әлди абайым, атқа тоқым жабайын дейтін әже әлдиіндегі абайым дегені айналасынан еш хабары жоқ, күнәсіз сәби үшін таптырмайтын есім. Бала Абай болса, шынымен де басқалар секілді сотқар, тентек, еркелеп өспеді. Уақытын құрбосқа көрінген ермекпен өткізбейтін. Жастайынан зерек өскен Абай оқуға құштар болады. Сосын әжесі мен апасы айтатын аңыз әңгімелер мен ертегілермен есейеді. Абайдың анасы Құнанбай бидің екінші әйелі Ұлжан. Ол текті жерден шыққан қаракесек Шаншар руының қызы. Бұл рудың өкілдері шетінен сөзге шешен, айтқыш, кез келген дауды әділ шешетін болған. Ұлжанның өзі де әзіл-оспаққа шебер, сөзге жүйрік болғандықтан болар, оның бұл қасиеті балаға ананың ақ сүтімен дарып, ақын кейіннен өз өмір сүрген ортаның кем-кетігін керемет шебер мысқылдап жырлайды. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын кең қолтық шүлдерлеген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп қамсы артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы де. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанат, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Ай Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды. Қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшы аяғың білән пішіратырға қойған иден түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып өнер тауып, мал тауып зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы, көңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған күлген сөздеріміз қайда? Қара сөздер Абайдың тәжірибесі деп түсініңіз. Абайдың өмірді қабылдаудағы тәжірибесі. Абайдың адамдарды қабылдаудағы тәжірибесі. Абайдың қоғамды қабылдаудағы тәжірибесі. Абайдың заманды қабылдаудағы тәжірибесі. Және Абайдың адамзат туралы өзінің айтқан ойлары. Және Абайдың өлім мен өмір туралы айтқан мәселелері. Және Абайдың осы дүниеде не сақтайды, дүниені ұстап тұрған не нәрсе дегенге бұл кісі жауап береді.
Сонда дүниені ұстап тұратын нәрсе әділдік, дүниені ұстап тұратын нәрсе жомарттық, дүниені ұстап тұратын нәрсе адамшылық, осыны айтып береді. Абайдың әкесі Құнанбай қайратты, беделді қазақ сахарасының нағыз ақ сүйегі. Қарқаралы уезінің аға сұлтаны. Өзі би, өзі болыс Құнанбай шариғатқа жетік, патша үкіметінің Сібір қазақтарының жарғысын қатаң ұстанған. Қазақтың салт дәстүріне өте берік жан. Туған халқының байырғы салтына берік ол қашанда әділ әрі замана талабына сай шешім шығарады. Туған елдің дамуы мен бейбіт қоғамның кепілі басшылыққа байланысты екенін жете түсінеді. Байырғы жылдары Мұхтар Әуезовтің өзі мен Құнанбайға қарыздармын деген. Бұл шындық. Өйткені жазушы советтік идеологияның қысымы мен Құнанбайды қатыгез, бірбеткей болыс етіп суреттеуге мәжбүр болады. Балам Абайжан, мынау көнеден келе жатқан түркілер мен үнділердің зиялыларының ойнайтын ойыны. Абайды абай қылған Құнанбай. Өйткені ол әкесінің үйіне көп келетін би шешендердің ескі әңгімелерге жүйрік көнекөз ақсақалдар мен жырауларды тыңдап өсті. Ал Мұхтар Әуезовтің романында болса, әке мен бала бір-біріне мүлдем қарама-қарсы суреттеледі. Үнемі жараспаған, жамандық пен жақсылықтың кейіпкерлері ретінде бейнеленген. Ал шын мәнінде Абай әкесін қатты құрметтеді. Ол тіпті Құнанбайды Ескендір Зұлқарнайын, Аплатон секілді алып тұлғаларымен бір қойып, бір тұтқан. Жарадың балам, көп көрім меңгеріп қалдың мұнаны. Теріс, тым саяси, таптық, тұрпай социологизм дейді, көзқарастың салдарынан романды жарыққа шығаруда, романға жалпы дер кезінде әділ баға берілуі де өте қиынға соққанын білеміз біз. Қолдаушылар аз ғана болған Мұхтар Әуезовтің. Ол өйтетін себебі көпшілігінің көз алдында ол кезде таптық қоғам, кедей бай дегендер бар, қанаушы, қаналушы дегендер бар. Сол кезде көптеген ғалымдар, біздің қазірде жазушыларымыз бұл баяғы байды, талай адамды қанаған байды неге алып шыққан, тарих сахнасына шығарып отыр. Абай кім еді деген сияқты бір таптық, кішкене астамшылық көзқарас тұрғысынан қараған. Тіпті классик жазушымыз Сәбит Мұқановтың да алғашқы кезде осы Мұхтар Әуезовке қарсы, әсіресе мына Абай өлеңдерінің жариялануына, Абай романына қарсы шыққаны белгілі тарихтан. Ал жалпы романдағы кейбір қайшылықты оқиғаларға келетін болсақ, тіпті біздің жас кезімізде, мектепте оқытқан кезде сонау романдағы Қодар мен Қамқа оқиғасын Құнанбайдың ерекше бір жауыздығы ретінде көрсетеді. Шын мәнінде бұл әділетті шешім болатын. Өйткені сондай бір өте бір ұятты мұсылман баласында қазақ түгіл болмайтын шаруа орын алған кезде Құнанбайдың тап сондай шешім қабылдауы, қазақ арасында ондай масқара орын алмасын, ұйықтап жатқан баланың өз шошынатындай бір шешім қабылдайын. Әуезов Құнанбай бейнесін өте сақ әрі астарлап жазады. Көз қарақты сөз түсінетін оқырман, жазушы Құнанбайдың беделін, сауаттылығы мен құдіретін астарлы жеткізгенін бірден біледі. Әуезов бұл қадамға Абайға деген шексіз құрмет үшін барған. Ол ақынның алдын көргендіктен, ғұламаның жоқ дегенде атын жазып қалдыруды мақсат етеді. Сол үшін де ол романын қайта-қайта өзгертіп жазуға келісім береді. Өйткені Мұхтар Әуезовтің Абай жолын бізге қате түсіндірді. Өзі қарап отырсаңыз, бәрін дұрыс айтқан ол кісі. Бірақ заман үшін арасына бір кедейлерді, орыстарды кіргізіп қойған. Заман үшін. Өйткені ол кезде айтса цензура деген бір шығармайды. Оның бәрін былай алып тастасаңыз, ішінде Абай да жарқырап тұр, Құнанбай да жарқырап тұр. Мен сізге бір сөз айтайын. Құнанбайдың ең жақсы, тамаша образы бұл Абай жолындағы Құнанбай. Бұл анық нәрсе. Өйткені бұның авторы Мұхтар Әуезов. Сондықтан кейбіреулер айтады, өмірде Құнанбай былай болған, алай болған. Мәселе ода емес. Мұхтар Әуезов Құнанбайдың көркем образын жасады. Осы қалады. Ол көркем образ, ол Абайдың әкесінің образын жасады.
Абайдың әкесінің образын. Бұл деген басқа нәрсе. Досқан Жолжақсынов талантты әртіс. Құнанбайдың бейнесін қайта жаңғыртқан дарынды режиссер. Ол Құнанбайдың бейнесін халыққа мүлдем басқа қырынан танытатын көркем фильм түсірді. Жалпы киноға біз марқұм Таласбек Әсенқұлов екеуміз 5 жылдай дайындалдық. Біз алғаш бастаған кезде ақпар аз еді Құнанбай турасында. Бірақ келе-келе Тұрсын Жұртбай ағамыз бастап, басқа азаматтар болып Құнанбай туралы деректер көбейе бастады. Біз осының барлығын отырып оқыдық. Соның ішіндегі біз үшін ең бір орны бөлігі бұл Құнанбайдың бір бетке елемес екендігі, кәдімгі шынжыр балақ шұбар төс емес екендігі дәлелденіп отырды. Біз оған қуандық. Өйткені Құнанбайға барарда әрине біздің алдымызда жартастай Мұқаңның Абай жолы тұрды. Сондағы Құнанбай тұрды. Құнанбайдың қарым қабілеттері өте мықты болған. Өте мықты болған адам. Енді Янушкевичтің жазуында, поляктың жақан кезі, оның жазуына қарағанда Құнанбай соншалықты білімдар адам болған. Зердесі өте мықты адам болған. Мынау патша ағзамының бүкіл қарарларын, жарлықтарының барлығын есінде сақтаған адам. Үтір нүктесіне дейін жатқа айтқан. Сол кезеңде, сол ортада шариғатты Құнанбайдай айтқан адам болмаған, білген адам болмаған. Мынау Жетісуды патша ағзамының дәргейіне өткіземіз деп келе жатқанда, Құнанбай сол топтың ішінде болады. Сонда жол бойы тоқтаған кезеңде ағылған халық, Құнанбайдан ақыл сұрау, Құнанбайдан медет сұрау. Міне осының барлығы Құнанбайдың сол білімдарлығын, ақылының зорлығын білдіреді. Абай алғашқы ілімді қаладан арнайы шақырылған молдадан алады. Ал 15-ке толғанда әкесі оны 100 басын басқаруға араластырады. Абай өзі өмір сүрген қоғамның барлық проблемасымен сол бала кезінде бетпе-бет келеді. Әділетсіздік, арандату, жемқорлық қоғамда өршіп тұрған кез. Абайда әсіресе әйелдердің әлсіздігі мен теңсіздігі, сол замандағылардың надандығы қатты толғантады. Абайдың бала кезінен көрген осы азабын жазушы Мұхтар Әуезовтің өз шығармасында айна қатесіз ашық жазылып көрсетілген. Абай Құнанбай арқылы зерделі адамды көрді, ұстазын көрді. Шешен ұстазын көрді. Сөз ұстаған адамды көрді. Абайдың Құнанбайдың ортасын көрді. Не бір мықтылар, не бір мықтылар. Осылардың барлығы бұл Абайдың өсіп өнген мектебі. Сондықтан да Абай әкесі арқылы алғаш сол іске араласа бастады. Сол даудамайды шешуге әкесі бұны жетектеп жүрді. Осының барлығы Абайдың сол ортада қаншалықты бала болса дағы, бірақ сол ортаның талабына, әкенің талабына сай ерте есейген балалардың бірі. Абай үйден алған білімін Семейдегі Ахмет Риза медресесінде жалғастырады. Көненің көзіндей болған оқу орнының бұл ғимараты әлі күнге дейін сақталған. Осы жерде ол ислам шариғаттарын, жағрафия, тарих,
арифметика секілді пәндердің негізін оқиды. Дәл осы жерде Абай атамыз түрік, араб, парсы тілдерін оқып, шығыс шайырлары Низами, Наваи, Фирдауси, Фирзулилердің шығармаларымен танысады. Ахмет Риза медресесін тәмамдаған соң Абай 3 ай өз бетінше барып, Приходская школа деп аталатын орыс мектебінде білім алады. Он 15 жасында талай дау-дамайдың әділ шешілуіне себепкер болып, шешендігімен танылған талантты мойындаған айналасы оны орда бұзар жастан асқан шағында төбе би етіп сайлайды. Ал 1875 жылы Абай Тобықтының Қоңыр Көкше табына болыс болып тағайындалады. Абайдың Жидебайдағы ақ үйінде Құнанбаевтар әулетінің құндылықтары әлі күнге дейін сақтаулы. Мұнда түрлі құжаттар, хаттар, ыдыс-аяқтар, тұрмыстық заттар мен киім-кешектер бар. Бірақ ең бастысы, бұл үйде ақынның ардақ тұтқан ата-ана мен бала-шаға, сүйген жарға деген ықыласпен бірге ақынның рухы мен қуаты сақталған. Бір ақиқаты, Абайдың алғашқы махаббаты Тоғжан бұл табалдырықты аттамаған. Десек те Мұхтар Әуезов Абай жолы романында Тоғжанның бейнесін әсем суреттеген. Бұл үйге әсіресе өзгеше көктем нұрын енгізген бір жан бар. Ол Сүйіндіктің қызы Тоғжан. Абай келгеннен бері Тоғжан үлкен ағасы Асылбектің отауынан осы үйге бірнеше рет келіп кетті. Сылдырлаған шолпысы, әлдеқандай бұлдырлаған тілменен Тоғжанның келері мен кетерін паш етеді. Құлақтағы әшекей сырғасы, бастағы кәмшат бөркі, білек толған неше білезіктері баршасы да бұл өңірден Абайдың көрмеген бір сәні сияқты. Толықша келген әппақ жүзді қырлы мұрын, қара көз қыздың жіп-жіңішке қасы да айдай боп қиылып тұр. Қарлығаш қанатының ұшындай өп-үшкір боп самайға қарай тартылған қас жүрекке шабар жендеттің жебесіндей. Тоғжан үйдегі сөзге құлақ салып, не күліп, не қымсынса, сұлу қастары бір түйіле түсіп, бір жазылып толқып қояды. Елбіреп барып, бір еткен қанат лебіндей. Самғап шар жанның жеңіл әсем қанатындай. Биікке алысқа бензейді. Абай көпке дейін Тоғжан жүзінен көзін ала алмай, телміре қарап қалады. Тоғжан бала кезінен аттастырған күйеуі болған. Аты Аққозы, руы Мотыш. Мотыштың ішінде ең дәулетті адамның бірі болған. Тоғжан ұзақ өмір сүрді. 90 жасқа келіп аягөзде дүниеден өтті. Алшынбай Құнанбайдың досы болған. Ол қызы Ділдәні Абайға беріп, екі үлкен руды құдаластырғысы келеді. Абай әкесінің айтқанынан шықпайды. Осылайша оның Тоғжанмен қарым-қатынасы сәтсіздікке ұшырайды. Ділдә жаны қаламаса да, тағдырдың жазуымен Абайға тұрмысқа шығады. Ол кезде бұндай дәстүр қалыптасып, қанға сіңген салт болатын. Астарламай ашығын айтқанда, әйел затының сезімімен ешкім санаспайтын. Абай мен Ділдәнің арасында қарым-қатынасты Мұхтар Әуезов өз романында былай деп сипаттайды. Қоштасар кезде Абай мен Ділдә бір-біріне үйреніскен болатын. Оқта-текте қалжыңдасып отырысады. Ділдә Абайға сүйкімді, сұлу көрінді. Абайдың пішініне Ділдә да үйренеді. Бірақ іште екеуі де бір-біріне қабыспайды. Салқын күйде қалысты. Абайдың алға шақ екемен қосылған бәйбішесі Ділдә. Қалыңдығы қаз дауысты Қазбек бидің тұқымы, атақты Алшынбай бидің немересі Түсіп Мырзаның қызы Ділдә. Абай бәйбішеден 4 ұл 2 қыз сүйеді. Ақылбай, Акынбай 7 жаста қайтыс болады. Абдрахман, Мағауия және Гүлбадан мен Райхан.
Мынау Абайдың кішілікке алған әйгерімнің төсек орны мен ақынның оған тарту еткен ер тоқыма. Таза күміспен көмкерілген. Жалпы Абайдың әйгеріммен кездесуі оның өмірін түбегейлі өзгертіп жібереді. Тоғжаннан айырылған кезде сөнген сезім қайта тұтанып, ақын тағы да шынға ғашық болады. Орта бойлы, дәл Тоғжанның өз бойындай. Бар мүсіні келіп тұр. Бет бітімі, ақ қызылы, айнымаған Тоғжан. Бұның да жібек талды қолаң қара шашы бар. Мұрын аузы да бір қарағанға ма дәл сол сағынышты ғашығының Абайға ерекше ыстық көрінетін аса сұлу, сүйкімді ауыз мұрнындай. Аз көтеріңкі қырлы мұрны ұш жағына келгенде жұмырланыңқырап өзгеше келісті біткен. Жұқалай қызыл еріндерінде балалық, кінәсіздік лебіндей ыстық әсер демі бар. Айналасын қуантып сүйсіндіргендей жазықсыз нәзік күлкі қуаныш бар. Анық Тоғжан жары осы. Бірақ жаңа түскенде көрген сияқты. Ертерек күндегі үлбіреп тұрған жас Тоғжан. Ең алғаш сәт сағатта, сүйінді күйінде, көктем кешінде, түйе өркеште көрген сол сұлуы. Қайран, ғажап хал үстінде жаңа туған ай көрді. Бұрынғы сүйікті айдың қайта жаңғырып, айнымаған толғасымен қайта айналып келіп, тірлік аспанынан өзіне сай оқшау орнын алғандай. Әйгерім өнді, өнерлі, әдемі әнші болған. Абай Әйгерімнен ол бір қыз сүйеді. Ұлдары Турағұл, Микаил, Искаил, қызы Кенже. Тоғжан аруға аңсаған өмір бойлық бір арманы жүрегінде жүрген кезінде сол Әйгерімге жолығып, Әйгерімнің әні, Әйгерімнің мінезіндегі, түр бейнесіндегі алғашқы махаббаты жаңа Тоғжанға деген ұқсастықтар оның жүрегіндегі, бұл ақынның жүрегіндегі өше бастаған махаббат шоғын қайта үрлеп тұтатқандай болады. Ал Еркежан мен Абай әмеңгерлік жолымен үйленеді. Өйткені Еркежанның күйеуі Абайдың кіші інісі Оспан аяқ астынан дүние салады. Осылайша қазақы салтқа сай інісінен жесір қалған әйел мен оның бала шағасына Абай бас көз болады. Мың 885 жылдың мамырында Қарамолада өткен кезектен тыс құрылтайда Абай көпшіліктің қалауымен сот болып сайланып, сол кезде халық арасындағы қылмысты түбегейлі жоюға негізделген 74 бөлімнен тұратын заңды қабылдауға белсенді араласады. Қазақ сахарасындағы салт пен дала демократиясының негізінде жазылған заңның қабылдануына кезектен тыс өткен құрылтайға қатысқан Семей облысының бірнеше уездерінен келген 100-ден астам билер атсалысады. Тікелей Абайдың ұсынысымен өйткені орыс заңын жаңадан заң қабылдаған кезде орыс заңы бізге даланың жаңағы тұрмыс салтына онша жарай бермейтіндігін, сондықтан дала тұрмыс салтына өзінің сонау Қасым ханның қасқа жолынан қалыптасқан өзінің ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып жаңаша бір заң қабылдау деген ұсыныс айтылып, содан кейін Абайға бұл тапсырылып, Абай сол 74 баптан тұратын Қарамола ережесін жазып шығады. Оның енді бір ерекшелігі мәселен тікелей Абайдың өзінің ұсынысымен енгізген өзгерістер, мәселен бұрын ері қайтыс болған әйел адам әмеңгерлік жолымен басқа біреуге берілу керек екен. Егер әмеңгері болмаған жағдайда сатылады екен. Сондықтан Абайдың өзгерісі бойынша сатуды тоқтаттырады. Жаңағы әмеңгері болмаған жағдайда өз басына жаңа әйел адамның ерік беру деген. Абайдың Алла мен жаратушыға деген көзқарасы жеке дара бір төбе әңгіме. Абай Құдай жолын дәріптеген әдебиеттерді өте көп оқыған. Сондықтан да оның шығармаларында хақ жолының наным сенімі көп суреттеледі. Алайда ол туындыларды орысшаға аударған кезде мазмұн мағынасы мүлдем басқаша тәржімаланады. Алланың өзі де рас, сөзді рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді. Көрдіңіз бе? Ол жалған сөздер дейді. Рас сөз мына Алланың сөзі, Алланың өзі. Көрдіңіз бе? Сондықтан дүниені түсіндіруде
ойшыл абай ешқашан да алла тағаладан алыс кетпеген. А енді бұл кеңес үкіметіне ұнамайды ғой. Олар не іздейді абайдан? Просветитель. Вот орыс тілін мақтаған, вот ана әкесі Құнанбайға қарсы шыққан, вот ана қазақтың байлары болған. Абайдың халыққа жақын болуының сыры оның турашылдығы. Ол би болып жүрген кезінде дәстүрдегі қайшылықтардан тартып, қыстақ пен жайылым жерлерін бөлуге қатысты кез келген тартыста ақиқатты алға шығаратын. Жүзаралық, аймақаралық дауларға жемқорлар мен трайбализмді ешқашан араластырмайтын. Ол тіпті бай манап ет жақындарынікі теріс болса, оларға мүлдем жақтаспайды. Керісінше, кедей кемшіктер мен қорғансыздарды басынуға жол бермейтін. Осыдан кейін Абайды қарапайым халық өздерінің қамқоршысы ретінде жақсы көрсе, керісінше жақын туыс, жамағат ағайындары оны көре алмайды. Оған дәлел Мұқыр болысының Абайға жасаған шабуылы. Абайды жардан құлатқылары келді. Бірақ Абай ақылға салып, осының барлығын ең қиын да, ең қауіпті де, ең қажет сөз арқылы шешіп отырды осы дүниелердің барлығын. Абай сол кезеңде, сол ортасында үлкен бедел жинаған жастардың қатарында болды. Келе-келе әрине Абай түсінді, оқымай, білмей келешекке жолдың жоқтығын. Сол арқылы бүкіл халқының басындағы бар көлеңкелі жағын, кемшіліктерінің барлығын айтып отырды. Бұл Абайдың үлкен жанашырлығы. Абайды қанша жерден азаптап азғырса да, оның талапшылдығын ешкім жеңе алмайды. Ақынның осы табандылығын қазақ зиялыларының талайы көріп тәрбие алады. Солардың бірі ақынның немеренісі, ағартушы ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ағасының ағадал ұстанымына бас ұрып, ол да халыққа турашылдығымен танылады. Ал Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы секілді басқа да Алаш партиясының алып тұлғалары Абайдың ізін жалғаушылар ғана емес, оның шәкірттері. Мысалы, Алаш десеңіз, оның түп тамыры Абайда жатыр. Түп тамыры Абайда. Алаш деген Абайдың айнасы. Абай тамыр. Содан өсіп шыққан Алаш. Сіз қараңыз. Алаштың көсемі Әлихан Абайды көзі тірісінде жазады, некрологын жазады, Абайдың шығармасын 9 жылы Петербургтен шығарады. Әлихан Бөкейханов. Алаш орданың көсемінің бірі Ахмет Байтұрсынов 13 жылы қазақтың бас ақыны деп мақала жазады. Әлгінде айттым жоғарыда. Алаштың бір көсемі Мағжан Жұмабаев алтын хакім Абайға деген өлең жазады. Абай болғасын, бұлар соншама терең идеяларға кетті. Қалың елім, қазағым, қайран жұртың, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі май, бірі қан болып екі ұртың дегенді Әлихандар алып кеттір қарай. Пушкиннің Онегин деген дастанынан 7 аударма аударады, 7 үзінді. Оның ішінде Онегиннің хаты, Татьянаның хаты деген оған тамаша әндерін жазады да, қазақтың арасын тарап кетеді. Абай орыс проза әлемін бар ықыласымен зерттеген жан. Некрасов, Толстой, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Белинский, Добролюбов пен Писарев. Бұларды зерделеп қана қоймай, аударуға араласады.
Солардың ішінде ең әйгілісі шоқтығы биік аударма Татьянаның Онегинге жазған хаты. Жазған орыстың ұлы ақыны Пушкин. Пушкин емес, Пушкин. Айттым ғой мен саған Пушкин деп. Ал аударған Абай. Абайдың жан дүниесіне Пушкиннен қарағанда Лермонтов жақын. Оның поэзиясы халыққа өте жақын әрі түсінікті тілмен жазылған. Осыған тамсанған Абай Лермонтовтың 30-ға жуық шығармаларын қазақ тіліне аударады. Бұл кісінің құлай ұнатқан адамы Михаил Лермонтов. Михаил Лермонтовтың шығармалары Абайды өзіне тәнті етті. Үлкен сусын осы жерден басталды. Сонда Лермонтов аударған кезде Абай кейде Лермонтовпен екеуі бірдей, кейде Лермонтовтан асып кетеді, өйткені жасы да үлкен, тәжірибесі де үлкен. Сол Лермонтовты бұл кісі өте жақсы көрді. Абай шығармашылықпен шындап айналысқан сайын оның әдебиет пен поэзиядағы ой өрісі кеңіп сала береді. Сол сәтте өзінің көп уақытын ешқашан өзгерте алмайтын қоғаммен күреске арнағанына қатты өкінеді. Осыдан кейін ол бос уақытын шығармашылық пен балаларының тәрбиесіне арнайды. Менің қолымдағы мына сурет 1896 жылы түсірілген. Бұл Абайдың көзінің тірісінде түскен ең құнды деген екі суреттің бірі. Бұл суретте Абай өзінің ұлдары Ақылбай және Тұрағұлмен бірге. Ақылбай Абай мен Ділданың үлкен ұлы. Жас кезінен өнерге құштар болған ол, домбыра мен скрипкада еркін ойнап, өзінің композиторлық қырымен де танылған. Ал Әйгерімнен туған Тұрағұл болса, өте сауатты, білімді, Алаш партиясының мүшесі болған. 10 баланың әкесі болған Абай 6 ұл, 4 қыз тәрбиелеп өсірген. Абайдың балаларының барлығы әкелері секілді алғыр, өлең сөзге құмар, көздері ашық, көкіректері ояу дарын иелері. Ақын да өзінің болашағын тек қана балаларымен байланыстырады. Әсіресе ұлы Әбдірахманға көп үміт артады. Түмендегі орыс мектеп училищесінде білім алып, кейін Петербордағы Михайлов атындағы артиллериялық училищеде оқыған оны Абай өз заманының жаңалығы болатын заңғар тұлға деп бағалайды. Бірақ офицерлік шен алып, білімін артиллериялық академияда жалғастырмақ болған Әбдірахман сүйек обырынан небары 27 жасында дүние салады. Бұл қаза Абайдың қабырғасын қайыстырып, қатты қасірет шектіреді. Тіпті денсаулығы да сыр бере бастайды. Бірақ Абай балалар үшін бар дәрменімен төзіп бағады. Абайдың Ділдадан туған кіші ұлы Мағауия да әке жолымен Семейде оқып білім алады. Мінеки мынау архивте сақталған Абайдың ұлына жазған хаты. Араб қарпімен жазылған бұл хатты аударғандар бұл жерде әкелік махаббат пен қамқорлық сезілетінін айтады. Мағауияны еркелетіп Мағаш деп атаған Абай баласы арқылы немере інісі Шәкәрімге сәлем жолдап, оның келіп кетуін өтінеді. Мағаш арқылы Шәкәрім жоқтықта қалмасын деп малда айдатып жіберген кездері көп. Онымен қоса өзінің ақыл кеңестерін жолдайды. Көп білгенге көп надан болады қас, маужут пенен мансуқты ол айырмас. Бәйтеректе күндейді көлеңкесін байқап тұрсаң мына жұрт соған ұқсас. Жұт 7 ағайынды. Мағаш та оқуда жүріп сырқаттанып қалады. Қам көңіл әке оны оқудан шығарып алады, бірақ дәрігерлер дәрменсіз болады. Мағауия 34 жасында өмірден озады. Ұрпақтарының жаңағы дүниеден баз кешуі, Әбдірахманның дүниеден өтуі, сонау өте жақсы көретін інісі Оспанның 92 жылы дүниеден өтуі, Мағауияның өзінің үміт артқан ұлы, ақын ұлы дүниеден өтуі, осылардың барлығы әрине оның жанына батқан.
Абай үшін мына жалғанның астан кестені шығады. Қазадан кейін арықтап, жүдеп, қатты қамығады. Ақыры ұлының қырқына ас берген соң, Абайдың өзі де дүние салады. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір yolшақ қыз болмай ма? Махаббат, ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан жерін тауып, артқаға сөз болмай ма? Сонда жауап бер алман мен бишара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе? Қаны қара бір жанмын, жаны жара. Әке мен екі ағасының қазасын көтер алмаған Ақылбай да әкесінің 40-ын берген күні қаза табады. Куәгерлердің айтуынша 1904 жылы қазақ даласындағы әрбір түтін қара жамылып, Абай мен оның ұлдарын жоқтайды. Абайдың қалған ұлдарының тағдыры да өте аянышты. Микаил, Ізкайыл, Тұрағұл үшеуімен қоса қыздары да 30 жылдары қуғын сүргінге ұшырайды. Тіпті олардың үрім бұтақтары да көптеген жылдар қуғындалады. Абайдың ұрпақтары, Құнанбайдың ұрпақтары бұл трагедия. Құнанбайдың ұрпақтарын тізімдеп отырып құртты совет үкіметі. Тізімге салып. Қарауыл деген жерде арнайы лагерь жасады, осы тұқымдарын бәрін ұстап отыру үшін. Тізімдеп отырып құртты. Өйткені Құнанбайдың барлық ұрпағы совет үкіметіне қарсы шықты. Совет үкіметін мойындамады. Ол Алла Тағаланың тура миссиясын арқалаған адам қазақ халқының бағына. Қазір айтсақ қазақ қана емес, мүмкін түркі әлемі Абайды солай пір тұтуымыз керек. Жалпы мен сізге айтайын. Жалпы қазақтың мәдениет тарихында болсын, өнерінде болсын, басқа мына Абайдан кейін Абайсыз айтуға болмайды. Абай солай сіңіп кеткен, Абай ауа сияқты сіңіп кеткен, таралып. Сіз оны сезбеуіңіз мүмкін. Ауаны ойламайсың ғой, демалып жатқанда. Сезбеуіңіз мүмкін. Найзасын қыстырдым, алынбастай етіп, атын кермеге байладым, шешілместі етіп. Мына дүниені құжыраны жардың шетіне салдым дейді. Абай сұрайды, неге жардың шетіне? Сонда Құнанбай айтады, балам, міне балам, бұл енді сенің шешер жұмбағың дейді. Біздің ойлауымызда құжыра, анау күмбездері жарқырап тұрған мешіт, бұл біздің руханиятымыз. Бұл біздің мемлекетіміз, аяулы мемлекетіміз. Біз соның егемендігін алып қала аламыз ба? Руханиятымыз түзеле ме? Келешек ұрпаққа осы атадан балаға мирас болып келе жатқан жақсы қасиеттердің барлығын бере аламыз ба? Міне енді соны Абай арқылы, Абайға айту арқылы бүгінгі жастарға айтып отырмыз. Осы жұмбақ сіздер шешетін жұмбақ. Соған міне елбасымыздың рухани жаңғыруы бүгін үлкен дәлел болып отыр. Бүгін ел болып, біз бүкіл өшкенімізді жандырып, өлгенімізді тірілтіп жатырмыз. Зинхар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатығыны қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өзді-өзі көп құрбыдан айырылып азайып отырса да, бірменен бірінің бітім қылмайтығыны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрып, елге келсе, әрберден соң қайта қашқандай қылатығыны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе,
жарықтық деп жалбарып қалып, мақтай қалып, өз елінде содан артық адам болса да танымайтұғыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барса, барған еліне өз елін мақтаймын деп өтірікті сыбап, қайтып келген соң сол барған көрген елін, жерін мақтап, өтірікті сыбайтұғыны қалай? Қай қазақты көрсем де, баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмене болып жүріп, ер жеткен соң суық тартатұғыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімде, адалдық берекеде алысуға табылмай, барымта алалық, ұрлалық десе, табыла қоятыны қалай? Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтұғын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпелейтұғыны қалай? Баяғыда біреуді пәлен жасымда келе жатқанда, пәлен жерге жеткізіп салып еді деп, соны өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде, бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғыны қалай? Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды, байға кірісуге арланатұғыны қалай? Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алыспайды. Кейбір антұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай? Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай? Күнде тілін алатұғын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға кісінің өлі жаздайтұғыны қалай? Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егерде жетілсе, бағанағы досына бір бітімі жоқ дұшпан сол болатұғыны қалай? Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғыны қалай? Біреудікіне келгенде, үйдегі малының бәрінде айдап келіп, өз үйіне кісі барғанда, бар малын далаға айдап жіберетұғыны қалай? Тыныштық іздеп таба алмай жүрген жұрт тыныштық көрсе, сәтке тұрмай, тыныштықтан жалыға қалатұғыны қалай? Елді пысық билегені нес, пысықтың бәрі кедей келетұғыны нес? Тоқал қатын өр келетұғыны нес? Кеселді кісі ер келетұғыны нес? Кедей кісінің кер келетұғыны нес? Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп мақтанға еріп, пәле шығарған кісі мықты атанатұғыны нес? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп ұқпай тынбайтұғыны қалай? Абайдың өз заманында тастаған бұл сауалдары әлі күнге дейін мазмұнын жойған жоқ. Жауабы да табылмай келеді. Демек, қашанда өзекті деген сөз. Абайдың қасіреті мен құдіретінің бір қыры мінекей осында жатыр. Қай заманда болмасын, естір құлақпен ескерер есті кемдеген. Әсілі, адамдық ар абыройды кіршіксіз сақтап қалу әркімнің қолынан келе бермесі анық. Сонымен, бұл қағидатқа құлақ ассақ, сіз Абай салған соқпақпен жүресіз бе? Жоқ әлде қалың қараның айтқанымен жүресіз бе? Таңдау әрине өз еркіңізде.